Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Егер сіздерде ішілмей тұрған айран болса, онда сол айраннан ешқандай ашытқы қоспай-ақ осындай керемет көтеріліп, жұмсақ болып шығатын бауырсақ пісіруді ұсынамын. Сонымен қатар дәл осы қамырдан шелпек пісірулеріңізге де болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасындағы 500 грамм айранға 1 шай қасық ас содасынан салып, екеуін араластырып 15-20 минутқа қоямыз. Бұл уақытта сода мен айран реакцияға түсіп, айранымыз көпіршіктенетін болады. Ал қазір өзіміз тереңдеу ыдысқа шамамен 820-830 грамм ұнды електен өткізіп алайық. Енді осы ұнға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық құмшекер және 1 жұмыртқа салып шамалы араластырамыз. Және жаңағы айранымызды да құйып, қамыр илеуге кірісеміз. Айтпақшы достар, айран құйғаннан кейін бірден 4 ас қасық сұйық майдан да қосуды ұмытпаңыздар. Мен ұмытып кетіп, кейіннен барып қостым. Мінеки осылайша өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Егер қамыр қолға кішкене жабысып жатса, ештеңе етпейді достар, өзі де сондай болуы керек. Ал егер қатты жабысатын болса, онда тағы да кішкене ұн қоссаңыздар болады. Дайын қамырдың бетін жауып, оны 15 минутқа тындырып қоямыз. Уақыт өткесін стөлге ұн шашып, қамырды жайып бастаймыз достар. Қамырды тым қалың да жұқа да қылмай, қалыңдығын орташа етіп жайған дұрыс. Себебі тым қалың болатын болса, бауырсақтың іші дұрыс піспеуі мүмкін, ал жұқа болатын болса, дұрыс көтерілмей қалуы әбден мүмкін. Қамырды жайып болғасын, оны мінеки осылайша домалақ етіп кесіп шығамыз. Әрине, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша 4 бұрыш етіп кессеңіздер де болады. Ал қазір бауырсақтың бетін жауып, оны тағы 10-15 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткесін қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Мен алдымен майды жақсы қыздырып алып, одан кейін бауырсақты орташа отта пісіремін. Мінеки сол кезде бауырсақтар күйіп кетпей, әдемі қызарып шығады. Достар, менің бауырсақтарымның размері тым үлкен болғасын, кейбіреулердің ортасы дұрыс көтеріле алмай қалды. Сондықтан, егер сіздер бауырсақты домалақ етіп кесетін болсаңыздар, онда диаметрін 5 немесе 6 см етсеңіз жеткілікті болады. Одан үлкен қылудың қажеті жоқ. Мінеки достар, бауырсақтарымыз дайын, өте жұмсақ, шыны керек өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде ыстықтай жеңіздер, дәмі енді керемет. Достар, сіздерге бұл рецепт пайдалы болды деп сенемін. Менің каналыма қолдауларыңызды көрсетіп, видеоға лайк басып, арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.